Тәуелсіздік күніне орай үйіме жасаған оформлениемді көрсетейін. 15 күні дала жаңбырлы болса да, баламыз екеуміз смолға барып, өзімізге ұнаған тортты сатып алдық. Бірнеше айлар бұрын енем осындай үйге үлкен ту сатып әкеліп қойған болатын. Үйде бүктеліп тұрғандықтан қырысталып қалыпты, соны жақсылап үтіктеп жібердім. Бұл туды қабырғаға скотчтауға келмейді, сол себептен осы пердеге қадаймын деп шештім. Бірінші осылай қай жерге ілетінімді өлшеп алдым. Кезінде тігінмен айналысқан едім, сол кезде осындай булавкаларым болған. Қанша уақыт қолданбай енді іске асып жатыр ғой. Мына туды күйеуім ұстап тұрды, мен жан-жағынан жаңағы булавкамен қадап шықтым. Бұл туды 15 күні түнде әдемілеп осылай іліп шықтым. Келесі кезекте еліміздің туымен бейнеленген шарларды жақсылап тұрып үрлеп шықтым. Менде бұл жерде 30 штук шар, барлығын үрледім. Үйде жіңішке ленталар бар екен, сонымен байлап шықтым. Баламның жасы 3,5-да болса да, қазірден бастап үйретіп жатырмын. Бүгін мереке, тәуелсіздік күні деп. Біраздан кейін қайтадан сұрадым, бүгін қандай күн деп. Мереке күні деп қояды. Одан кейін тәуелсіздік деген енді ұзақ сөз болғандықтан кішкене балам үйренісе алмай жатыр. Енді біз тәуелсіз елде тұрып жатырмыз, сол үшін Аллаға шүкір деп айтуымыз керек деп барлығын аз-аздан жайлап үйретіп жатырмын. Жаным балам, сөйтсем Аллаға шүкір деп қояды. Шардың барлығын үрлеп болғаннан кейін жалпақ скотчты теріс қарай айналдырып, осылай шардың төбелеріне жабыстырып шықтым. Сол шарды аспанға, потолокқа қадап шықтым. Негізі менде двухсторонний скотч бар, бірақ ол аспанға жабысып қалып, оны ала алмай өйтіп отырғаннан гөрі дәл осы өзіміздің қолданып жүрген скотч рахат екен. Жоғарыға тез жабыстырылады және тез алынады. Балам бүгін молодец болып маған осылай көмектесіп тұрды. Туымыздың суретін шығарып, осылай торттың бетіне қойып қойдым. Ал енді оформлениеме баға беріп қойыңыздар. Мен залымның бір бұрышын осылай әдемілеп сәндедім. Ал сіздер үйлеріңізді сәндедіңіздер ме? Комментарийға жаза кетіңіздер. Ал енді баламның құттықтауын қабыл алыңыздар.